Ойбай, бір кәріс тәтеміз 4 ағзаттан осы бір десертті жасап қызықтырып еді. Бірінші жасап көргенімде дымда ұнаған жоқ. Бұл жолы басқа рецептпен жасап көрдім, дәмі керемет болды. Қайнатуға арналған ыдысқа 500 мг амиранның сүтінен құямыз, 40 грамм қант, 50 грамм жүгері крахмалы және 2 жұмыртқаның тек қана сарысын салып, кішкене ванилин қоссаңыздар тіптен керемет болады. Енді орташа отта дәл осылай қоюланғанша тоқтатпай араластырамыз. Асты тез жабысатын болғандықтан бірден күйіп кетуі мүмкін, сол себепті тоқтатпай араластырасыздар. Енді суыту үшін бөлек ыдысқа саламыз да бірден бетіне стричті жабамыз. Дәл осылай стричті тигізіп қоясыздар да холодильникке 2 сағатқа жібересіздер. Енді қатып алғаннан соң дәл осылай төңкеріп, кез келген формада кесіп, араларын ашып қоямыз да жұмыртқаның сарысына кішкене сүтті араластырып шайқап, үстінен жағып шығамыз. 180 градуста алдын ала қызыған пеште немесе аэрогрильде осылай қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Кішкене суытып алып жесеңіздер, дәмі ерекше дәмді болады. Үйде ештеңе қалмаған жағдайда балаларды алдап тұрғанға ең жақсы қарапайым десерт түрі. Рецепт пайдалы болса лайк басып сақтап алыңыздар.